Жылдам ақпарат тарады. Көріңіздер және хабардар болыңыздар. Сәлеметсіз бе, қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған ең соңғы жаңалықтарды алғаш арқатарынан біліп отырыңыз келсе, арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Теңіз үстіндегі Назарбаевтың моншасы Ақтаудағы құпия нысанның қайда орналасқаны анықталды. Әлеуметтік желіде Ақтаудағы бұрынғы президент резиденциясының аумағында орналасқан ерекше моншаның суреттері тарады. Желі қолданушылары Каспий теңізінің жағасындағы бұл нысанды Нұрсұлтан Назарбаев пайдаланған болуы мүмкін деп болжап отыр. Жарияланған кадрлардан пирстің үстіне салынған сыртқы пішіні кемеге ұқсайтын нысанды көруге болады. Барлығы 10 шақты сурет тараған. Фотоларда моншаның ішкі көрінісі де көрсетілген. Бұл бөлменің қабырғалары ағашпен қапталған, ал терезелері кеме ипломинттарын еске түсіреді. Сонымен қатар ішінде баспалдақтар, металл тұтқалар және кафель төселген жеке бөлме бар. Ақтаулықтардың бірқатары бұл жерді бірден танып, оның бұрынғы президент резиденциясының аумағында орналасқанын жазған. Осыдан кейін әлеуметтік желіде нысанға Назарбаевтың моншасы деген атау беріліп кеткен. Ақпараттың қаншалықты рас екенін анықтау үшін аумақ дрон арқылы түсірілген. Әуеден түсірілген кадрларда Каспий теңізінің жағалауларындағы шығанақ пен теңізге қарай созылған пирс анық көрінеді. Пирстің үстінен әлеуметтік желіде тараған фотолардағы ерекше ғимаратқа ұқсас нысанда байқалған. Осылайша желіде жарияланған моншаның шынымен бұрынғы президент резиденциясының аумағында орналасқаны расталған. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басуды және арнамызға тіркелуді ұмытпаңыз.